Бүгінгі басты рөлде мен Жеңіс Ысқақова. Бүгінгі бір күнімді мен сіздерге арнаймын. Ал бірінші аялдама Құрманғазы оркестрінің залындағы өтетін менің дайындығым. Бүгін қызықты болады деген ойдамын. Кеттік. Оның өзгелерге ұқсамайтын жарқын күлкісін жанкүйері жақсы біледі. Ал бүгін біз сыр сұлуының ел білмейтін қырлары мен құпия сырларын ақтарамыз. Мінекей Құрманғазы оркестрінің дайындығына келдік. Қазір дайындалып болғаннан кейін әрі қарай жылжимыз. Бүгін әлі баратын жер көп, сондықтан да менімен еш уақытта іштеріңіз піспейді. Міне осы залда дайындық болады. Мына Құрманғазы оркестрі. Ең қызығы, мен біраз жыл бұрын республикалық конкурсқа келгенде Алматыдағы шығармашылық өмірім осы киелі сахнадан басталған болатын. Бүгінгі біздің Құрманғазы оркестрінің бас дирижері Арман Жүдебаев. Қош келдіңіз. Қазір жұмыс жасаймыз. Республикалық байқауға, жас әншілердің байқауына келгенде, сол байқау осы Құрманғазы оркестрінің сахнасында өтті. Дәл осы сахнада ол өнер әлеміне жолдама алғанды. Сол республикалық конкурстан өткеннен кейін эстрада студиясында маған жолдама берді. Қуанғанымыз сол, өттік деп. Осы Бөгенбай Батыр көшесі менен Сейфуллина да тұр ғой енді мына Құрманғазы. Осы көшеден ана Уәлиханова Бөгенбай Батырдың қиылысына, Жүсіпбек Елебек атындағы эстрада студиясына, ол кезде республикалық эстрада студиясы, соған жаяу барғанбыз. Ол бала күнінен аспаптардың сүйемелдеуімен ән айтуға құмар еді. Ал енді мына оркестрге деген менің махаббатым, оркестрге деген менің бір қызығушылығым, сонау ауылда эстрада әншісі болып жұмыс жасап жүрдім. Сонан күндердің күнінде біздің ауданда ұлттық аспаптар оркестрі ашылды. Күнде жұмысқа барғанда аспаптың қалай шығып, қандай әдемі дыбыстарын естіп, содан оркестрге деген маған қызығушылық сол кезден басталды. Құрманғазы оркестріне соңғы кезде қатты қызығушылық танытқан осы Арман Жүдебаев дирижермен жұмыс жасағаннан кейін, тіпті мына дирижерға да байланысты ғой, әншінің орындауы. Жақсы бір шығармашылық байланысы болды да, содан мен шақырғанына қуанып келетін болдым. Ысқақова ханым студент кезден алғыр болған. Тіпті екінші курс оқып жүрген кезінде шекара асып ел намысын қорғады. Бүлдір ансамблінің құрамында жұмыс жасап жүрген кезде бір күні бізге жаңағы өзіміздің бастығымыз айтты: бүгін барлықтарыңыз жұмысқа келесіздер, деді, репетиция болады деп, дайындық болады. Сол өзіміздің күнделікті сапар алдында дайындалатын дайындығымызды жасадық. Сөйтсем, сол залда Мәскеуден келген прослушивание болған екен. Оны мен білмеймін де. Концерттік бағдарламамен біз Россияға кеттік гастрольдік сапарға. Сонымен гастрольдік сапарда жүргенде Алматы қаласына телефон шалады: Юрмалаға барасыз. Юрмалаға барып, біздің Қазақстан намысын қорғайсыз. Мен өзі эстрада студиясының екінші курсында оқимын ол кезде. Мемлекеттік емтихан тапсырып, өзіміздің куәлігімізді алатын, әнші деген құжатты алатын. Ол емтиханды тапсырып болысымен, жаңадан емтихан тапсыруға Юрмалаға кеттім. 2 аптаның ішінде маған 2 көйлек тігіп берді Бүлдір ансамблі. 2 жыл бұрын ауылдан келген балаға 2 қолға 2 шабаданды беріп, ана Юрмалаға жіберді. Мен аузым ашылып, қазақы бала емес дейді, орысшамды да дұрыс білмеймін. Келдім, әйтеуір жаңағы қарсы алушылар қарсы алып жатыр ғой. Алланың бұйрығы болар. Жүлделі орын алмасам да, көрермендер көзайымы болып, сол жаңағы лауреаттар мен дипломанттардың үлкен концертіне қатысып, жайраңдап жасағатын ері есімде қайраны сары сұлу. Сары сұлуының өзім репертуарыма келуінің де үлкен тарихы бар. Ол жаңа Қалдыбек Құрбаналиев деген менің досым, сазгер, шәмші танушы. Шәмші ағамыздың фестивалін өткіземіз. Соған бүкіл қазақ әншілері шәмшінің әндерін орындап жатыр дегеннен кейін мен сыр сұлуын айтамын дедім. Өйткені мектеп қабырғасынан айтып, және маған ол лайық ән деп ойладым. Өйткені мен өзім сол өңірдің қызы болғандықтан, сол ән маған жазылғандай. Сыр сұлуы Жеңіс Ысқақованың төлқұжат әніне айналған. Содан кейін айтады ғой Қалдыбек, Мәдина марқұм
Ералиева. Ол кісіге сенен кейін барып айтып едім, концерт болып жатыр деп, қандай әнді айтасың деп едім, ол да сыр сұлуын айтамын дедік дейді. Кешіріңіз апа, ол әнді біреу алып қойса, мен ештеңе білмеймін, мен өзім айтамын, менен басқа кім айтушы еді оны деп, мінез тәкаппарлау айтты ғой апамыздың. Жеңіс сіңіліңіз айтады десе, айтсын, ол да сырдың қызы ғой деп ол кісі батасын берген болатын. Қазір концерттік бағдарламаларда мені шақыратын кезде Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері сыр сұлуы Жеңіс Қақова деп хабарлайды. Сол бір әннің құдіреті де менің бір бағымды маңдайымда ашқан ән болды. Сыр бойы төгел сол қызды мақтап, жігіттер әнін шертеді. Мінекей өзімнің алғашқы осы Алматы қаласында өнерге қадам басқан сахнадан бүгін біраз нәрселерді еске алдық. Енді ары қарай әңгімемізді студияда жалғастырайық. Өйткені менің әріптесім күтіп отыр. Давай. Тіпті жақсы. Хорошо? Давай. Мәрін алар меқан қарамайды. Жеңіс. Алтыным амансың бөлі. Қалайсыңдар, ей? Кеп қолды. Іске сап, мінекей, Дүйсенхан Сыздықовтың студиясына келдік. Менің достарым, әріптестерім маған ән жазып, маған жақсы қолдау көрсетіп жүрген екі менің сыр сүлелері, сыр серілері Жеңіс Сейдоллаұлы, Дүйсенхан Сыздықов. Бүгін бұл студияда қызу дайындық болмақ. Өйткені жуырда тағы бір хит тыңдарманға жол тартады. Алла бұйырса 28 ақпанда Дүйсекеннің шығармашылық кеші болады. Соған мінекей Жәкең бар, біз бар, қолдау көрсетіп тұрмыз. Өте жақсы дүние келіп жатыр. Үлкен ән әлеміне. Композитор Дүйсенхан Сыздықов, әншіміз Жеңіс Қақова. Енді өздеріңіз болашақта еститін боласыздар. Бұл нағыз шығармашылықтың ордасы. Сондықтан әнші әріптестерін сағындырмай келуге тырысады. Ең алғашқы менің хит болған әнім Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Жанболат Кенжекеевтің «Мен білмеймін» деген әні болды. Қалай құбылады мына күн, қалай құбылса да шыдадым, сырласайық оңашада шырағым. Бейнебаян мода болмай тұрғанда түсіргенмін ғой. 90-шы жылдардың басында жанұя болып, кішкентай балам дүниеге келіп, жолдасым сені енді қолыңна қақпаймын, әніңді айтуым керек, бір әндер түсірейік деп. Мен білмеймін деген ән шыққан кезде соған бір клип түсіргіміз келіп, ол клипке күйеуіміз екеуміз түскенбіз. Сонда кішкентай баламыз машинаның ішінде, оның арасында емізіп қоямыз. Қалай құбылады мына күн, қалай құбылса да шыдадым, екеуміздің жүрегіміз оғады. Әнші болу бір бөлек, сонымен қатар адами қасиет тағы адам алып жүру керек деп есептеймін. Жеңіс Қақова сол екі әлемді де дұрыс жолмен алып келе жатқан әнші. Бұлай байқап отырсаңыз, бір сазгерден 2-3 ән алады екен. Мысалға мен Жеңіс пен Дүйсенхан таңғы 4-те звондап маған өлең жазып бер десем де, бұл екі жігіт маған қойшы Жеңіс миымды ашты деп айта алмайды. Соның көзінде де мен мазаламаймын. Сол Ясира Зақанқызының бір әдемі әні бар, мен соны өнеге айтып жүремін. Арман қалам алматым арай, жұпар шашқан алма гүлдер ай, медеу айдында мерейім тасып, көк төбеде өткен күндер ай. Әңгіменің шыны керек, маған көбінесе сыйлайды. Олы Кеңес Дүйсекеевтің өзі маған сыйға тартқан әндерін. Дүйсенхан ол досым, Жеңіс досым, Қалдыбек досым. Мен ойлаймын, композиторлармен дос болу керек. Аранжировкасын, өңдеуін бәрін жасап бергенде, жаңағыдай 200 мың көлемінде ақша беріп қоямын. Өнердің майталманына айналған ханымның жастарға айтар кеңесі де бар. Ең біріншісі шыдамдылық, талғам және жұмыс жасау керек. Әрине қаражатсыз болмайды, бірақ енді жыбырлай берсең Аллах береді ғой. Жұмыс жасай берсең. Арманымсың сағынған, ән арнадың өзіңе. Мысалы, әншінің, музыканттың баласы тек музыкамен айналысу керек деп музыкалық мектепке беріп, олардың жастық шағын ұрлаған жоқпын. Балалық шағын ұрлаған жоқпын. Бойдағы бар өнер тыныш жатпайды екен. Кішкентай ұлым Әлшер әнші. Ол әнші емес, ол актер. Суретші, ол жан-жақты
Аллах тағала сондай өнер берген бала енді. Үлкен ұлымның да есту қабілеті мен ән тыңдау, әнді бағалау, ән айту қабілеті бар, бірақ ол асса мына өнерге мен әнші болам, мен әртіс болам деген несі жоқ, талпынысы жоқ. Дәл осы жерде әнші әдемі әңгімені үзіп үйде жалғасын табады деп шешті. Өйткені жұлдыздың сүйінші сұрарлық жаңалықтары бар көрінеді. Студиядағы әңгімеміз осымен тәмамдалды. Енді менің көйлегімді тігіп дайындап жатқан қыздарға барайық. Кәсіптік техникалық училищені оқып, көлік жүргізушінің құжатын мен 18 жасында қойғанмын. Алматыға келіп оқыдық, тоқыдық, үйлі болдық, жайлы болдық. Одан жолдасымызға еркеледік, көбінесе жолдасын таситын. Содан кейін күйеуім шаршады ғой деп мен тасып қалдым, өзің отыршы деп. 10 жылдан астам уақыт өз көлікте отырмын. Мен айтамын ғой, менің ең жақын досым осы менің көлігім деп. Бұл көлікті мен ауыстырғым келмейді. Неге дейсіз ғой? Ауыстырсам осы көліктің тек жаңасында ғана. Өйткені бұл көлік гибрид, бұл Toyota Highlander, тоқпен және жанармаймен жүреді. Өте ыңғайлы. Үнемді. Әсіресе Алматының көлік кептелістері үшін өте ыңғайлы. Біз қалада көбінесе көлік кептелісімен жүреміз ғой. Сонда бағдаршамдарға ұзақ тұрып қалатын кезде көлігім ешқандай да жанармайды жақпайды. Тоқтап қалады, сөніп қалады. Бір күні қызық болды, бір бағдаршамның қасына келіп тоқтаған кезде қатары тұрған бір жігіт айтады маған: "Көлігіңіз сөніп қалды ғой" деймін дейді. Сосын мен бүйтіп қарадым да, "Жоқ, сөнген жоқ" дедім. "Сөніп қалды ғой, дыбысы жоқ" дейді да маған. Мен айттым: "Жоқ, қазір жүретін кезде дыбысы шығады" деп. Сосын жаймен кетіп бара жатсам, маған қарайды, дыбыссыз жүреді біраз. Тоқпен жүреді, сонан кейін барып жанармайға қосылады. Темір тұлпардың тізгінін ұстаған әнші жол ережесін бұзбауға тырысады. Бірақ мен өзім сіздермен сөйлесіп келе жатқанның өзіне де қазір қорқып келе жатырмын, өйткені мен жолда жүргенде бүкіл зейінім жолда болу керек. Қалада көлік көп, сосын небір шеберлері бар, алдыңды кесіп өтетін, сондайлардан сақ болу үшін бүкіл зейінім жолда болу керек деп ойлаймын. Жол ережесін кейде бұзам, тікелей эфирге баратын кезде, әуежайға баратын кезде, бір асығыс уақыт болатын болса, кейде бұзатын жағдайым бар. Әдейі бұзайын демеймін, байқамай қаламын ғой, қалай асығып кеткенімді. Ал бірінші рет тұлпар мінген күнде әнші күлкімен еске алады. Ғани Құлжанов екеуміз жанына Қуаныш бардың туған күніне баруымыз керек. Ғани айтты: "Женка, сен мені алып кетесің ғой жолдан" деді. "Жарайды" дедім, Астанадан келді, екеуміз тойға баруымыз керек. Ғани қасыма отырғызып алдым, екеуміз келе жатырмыз. "О, Женка, рөл батырдың ба? Құтты болсын, молодец." Күйеуім тасып шаршады ғой деймін, өзім отырып алдым деп күлдім. "Қашаннан бері отырасың" деді. "Бүгіннен бастап." Соның Ғани үндемей қалды. Бір кезде қарасам, есіктің қасындағы тұтқадан ұстап алған, үндемейді. Түрі бозарып кеткен. Сосын Ғани не болды десем, "Мен қазір қорқып отырмын, мен түсіп қалып таксимен барайыншы" дейді. Екі жақтағы айнаға қарауға қорқамын, жолымнан қарасам, былай қарасам, жолдан айырылып қалатынына ұқсап. Өзім келе жатырмын: "Ғани, қарашы ана айнадан, артта машина жоқ па, қазір оңға бұрыламын" деймін. Сөйтсем: "Қыз, есікті аш, тоқтат, түсемін мен" дейді да. Ғаниді бір қорқытып алғанмын алғашында. 5 күн инструктормен жүрдім да, 6-шы күні өзім отырып кетіп қалдым. Біз бүгін Назым ханымға келдік. Менің соңғы костюмдерімнің авторы 2016 жылы бір келгенде Назыммен танысып, Назымның ұнағаны сол, бір келгенде 3 киім алып кеткен. Қазір тағы да бір жақсы үлгілерін маған дайындап отыр, соны киіп көреміз. Бірінші примерка, сіздер ойламаңыздар, әлі бұл толық сурет шыққан жоқ. Бірінші примерка болғандықтан түсініксіз болуы мүмкін. Алдағы уақытта бағдарламаларда көріп қалар енді көрермендер. Бүгінде оның әдемі көйлектері көп, сондықтан алғашқы сахналық костюмын ол жиі еске алып тұрады. Ең алғашқы өзіме арналып тігілген костюм бұл Юрмалаға бара жатқан кездегі конкурсқа арналып тігілген 2 костюм. Біреуінің түсі қызыл болатын, біреуі көк болатын, біреуі ұзын, біреуі қысқа болатын. Оған дейін сол қолымызға түскенді киіп жүрдік қой. Менің негізі 15 жылдан бері мені киіндіріп жүрген Ерлан Жолдасбек, Қазақстанға белгілі дизайнер. Сол Ерлан қалада болмай қалды да, сол аяқ астынан маған киім керек болды да. Сол кезде Гүлнұр
Оразымбетова сіңілім өзім. Барып көрсеңші, сізге керек болып қалар деп. Содан келдім, Назым қарсы алды, дайын бір көйлегін алып кеттім, сосын сол жерден ұсыныс жасап, екеуміз бір-бірімізді жақсы түсіне қойдық, тарсылдап 3 көйлекті бірақ алып кеттім ғой. Міне содан бері қазір енді бұрын тек бір-ақ дизайнермен жұмыс жасайтын едім, бүгінгі күні 2 дизайнерменен шығармашылық байланыстамын. Жаңа образдарын талқылап болған соң әнші қайтадан көлігінің рөліне отырды. Келесі аялдама сұлулық үйі. Мен неғып кеш отырдым көлікке. Мен бір көлік көтерсам екен деген менде бір арман болған жоқ. Көлігім болса екен дегенде арман болған жоқ. Көлік мен үшін жүру үшін керек дүние. Мысалы біреулер арман қылып сол көлікпенен ауырады ғой, ауыстыру керек, андай модель, мындай модель керек маған деп. Маған жүрсе болды. Қызық болды ең алғашқы айда, осы көлік айдап жүрген кезде. Жанармай құятынын да білмеймін ғой, бәрін жолдасым дайындап әкеп береді. Жуып тазалап, жанармайын құйып әкеп береді. Соны бір күні жолдасым іссапармен басқа мемлекетке кетіп қалды. Жанармай құю керек болып, келіп тоқтадым. Багын ашыңыз деп қарап отырмын. Қайдан ашам деймін. Қалай қайдан ашам? Көлік сіздікі емес пе дейді. Білмеймін мен оны деймін. Соны бірдеңесін баспасам капот ашылып кетті. Сосын айттым, кешірші, мына маған жолдасым құйып беретін еді бәрін. Көзді ашып жұмғанша діттеген мекенге де жет. Менің жиі келетін салоным шаш үлгісінің шебері Жанат. Концерт кезінде тіпті қасыма да алып жүрем. Шашты да жасайды, бетті де бояйды. 10 саусағынан өнер тамған қыз. Сұлулыққа жанғұмар әнші тәжірибе жасаудан еш қорықпайды. Бір күні былай деп жасыпты. Жеңіс шашын қызылға да бояды, сарыға да бояды, көкке де бояды. Бірақ ешкім үндемейді. Нантиванды баяғыда бітшін шығарып еді дейді. Сөйтсе біреулер айтады, қорқады ғой дейді. Мен айттым, маған жарасымды болғасын, мүмкін үндемейтін болар. Көңіл күйім дұрыс болмағанда, шығармашылық адамдар болмашы нәрсені көңілімізге алып қалып, көңіліміз түсіп кетіп жатады. Сондай кезде осы сән салонына келіп, шашымды өзгертіп тасташы, көңіл күйімді өзгерткім келіп тұр деп, сонда Жанат осындай ұсыныстар жасайды. Ойланып отырмай, бірден жасап тастаған жақсы көремін да. Алайда ота мен жасанды сұлулыққа жеңістің жаны қас. Әйел адам әрдайым сұлу болып жүру керек. Әр жасының өзінің сұлулығы бар. Ботоксты мен бет күткендікке жатқызбаймын. Мен мүмкін дұрыс ойламайтын шығармын. Менің түсінігімде оны жасағаннан кейін ол құйылған нәрсе, білмеймін ол қайда кететінін. Оны бүйтіп көтерсең, ол қайттан түсіп кетуі мүмкін. Менің ақылым, мүмкіндік болса, жаңағы жаттығу жасап жүріңіздер. Мен әрдайым айтам, бетке түскен әжім ештеңе емес, әжім жүректеріңізге түспесін деп. Бетің жасың 50-ге келіп бетің бүйтіп тұрса не болды сонда? Бетке әжім түспес үшін қымбат ота емес, ерінбей жаттығу жасау керек дейді әнші. Неге адамдар фитнеске барады? Денені жинау үшін барады. Сол сияқты беттің де жинау керек. Оған да өзінің әдістері бар. Кейде мен ол жаттығуда қалада кептеліс болған кезде отырып деп жаттығулар жасаватында кейде тұрған машиналар бүйтіп қарап тұрады. Шашын сәндеп болғаннан кейін ол жақын құрбысының үйіне асықты. Ал енді бүгінгі күнімізді ажар құрбыммен кездесу мен жалғасуда сырдың сұлулары болғандықтан бір апалы сіңілдей бізде бір достықтан да жақын бір сезім бар. Жеңістің жан құрбысына айналған ажар бір кездері жан күйері болған. Әр адам қолын ұстауға зар болып жүрген кездері осы Жеңісті сыртынан қарап жүретінмін. Сөйтіп бір тойда таныстық екеуміз. Содан мен Жеңіске айттым, біз екеуміз сыр елінің қызымыз ғой, екеуміз жақын танысайықшы деп бір жерге шақырып, екеуміз жақын танысып, содан кейін екеуміз дос болып кеттік. Ажар мен осындай бір рухани әңгімеңді айта алатын, сырыңды айта алатын, бөлісе алатын досым. Әрі өзі ән айтады. Мен ойлаймын, Алла берсе бір жеке концертінде болса, Ажар екеуміз бірге қосылып әнді айтып қалуымыз мүмкін. Кей кездері бір көңіл күйім түсіп тұрса, Жеңіс десем түсіне қалады. Үйге кел шай ішеміз дейді. Сөйтіп екеуміз сөйлескен кезде барлық нәрсені ұмытып, әдемілеп баптап, самаурынмен шайын беріп, сөйтіп шығарып салады. Өмірге ұмтылыс пайда болады Жеңісті көрген кезде. Жаңа күнде болайық, сізбенен біз аман. Ажарға келе жатқан жұмысымның себебі, менің де Алла бұйырса биылғы жылы баламды үйлендірем бе деп ниеттеніп жатырмыз. Сол тойға дайындық. Тойдың болғаннан болат сыздық дейді ғой. Ал Ажар талай тойды атқарған. Ажар енді менің тойымды бас режиссері бола ма деген ойдамыз. Сол бір жоспарларымыз бар. Алдыға қойған сол жоспарлайық деп келгенбіз. Ақылдасаймыз деп. Сырт көзге қатал көрінетін Жеңіс Ысқақова жұмсақ әрі мейірімді ене болам дейді. Бір ойлайтыным, және де өзімнің замандастарыма,
құлаған алтын сырға. Келетін келін ол біреудің қызы, ол біреудің еркесі, өзінің дәстүрі болған, өздерінің жанұясының заңы болған, басқа тәрбиеден келген бала, сондықтан да кешіріммен қарап, ол балаға қолдау көрсетіп, келген келінменен дос болып, келінмен дос болсаңыздар, жанұя жаман болмайды деп ойлаймын. Менің баламды сыйлап, менің баламды жақсы көріп, менің балама қызмет жасаған келіншекті мен қолдауға бара жатырсам. Болашақ туралы сыр шерткен әнші бала шақты да еске алғысы келді. Әкем мен анамның еркесі, 5 баланың кенжесі. Мен енді бүйтіп ойланып кетіп, бала шағым сағынып кеткен болуым керек. Жарыққа елестетемін. Еркенің еркесі болдым. Далада сол еркек балалармен ойнайтынмын. Ол балалардың ортасында жүріп кішкене өзімде де еркек шоралар өскен. Бірақ кейін басылдық қой. Аузымды жаппай үйде ән айтып жүремін. Сонда жаңағы аликүм айтады, жеңка аузыңды жапшы деп айқайлайтын. Мен жеңіскүл болып жүрдім. Жеңіс екенімді паспорт алатын кезде, төлқұжат алатын кезде білдім. Метрикеге қарасам жеңіс деп тұр. Мен жеңіс екенмін ғой, жеңіскүл емес екенмін ғой деп. Сосын жеңіс деген жақсы естілетін сияқты, музыкальный жеңіс Ысқақова деген. Жаңа әкем кішкентай кезімде мені Шоқан дейді. Шоқан деп еркелететін. Күлкім келеді. Неге тек еркектің аттарын қойған екен деп. Сол ерке қыз бой жетіп, күллі елдің еркесіне айналды. Ерке болса да, ер мінезді жеңіс бір әулеттің ұйытқысы бүгінде. Өнердегі жеңісін өмірлік серігінің қолдауынан деп біледі. Отағасы мені өзі кеп іздеп жатақханада іздеп кеп танысқан. Ол жаңа әскерде жүргенде мені Юрмаладан көріпті. Қырдың сұлулары болғандықтан бір апалы сіңілдей бізде бір достықтан да жақын бір сезім бар. Жеңістің жан құрбысына айналған Ажар бір кездері жан күйері болған. Әр адам қолын ұстауға зар болып жүрген кездері осы Жеңісті сыртынан қарап жүретінмін. Сөйтіп бір тойда таныстық екеуміз. Содан мен Жеңіске айттым, біз екеуміз сыр елінің қызымыз ғой, екеуміз жақын танысайықшы деп бір жерге шақырып, екеуміз жақын танысып, содан кейін екеуміз дос болып кеттік. Ажар менің осындай бір рухани әңгімеңді айта алатын. Өзі жасаған. Ол енді өзі келіп, сөзін айтып алып, біраз жүргеннен кейін үйленейік деп айтқысы келмейді маған. Сескенді ме менен, әлде сенбеді ме маған, бұл әртіс ертең қандай елі болады деген бір күдік болды ма? Айта қоймады үйленейік деп. Сосын айттым, менің жасым 26-ға келді. Екеуміз үйленейік десе маған. Негізі жігіт айту керек еді, бұл әңгімені сенің айтқаныңыз қол қоймайды. Енді сен қашан айтасың, соны күтіп жүрмін бе, уақыт жоқ. Ол ибалы келін, үлгілі ана, адал жар болуды басты мақсат етті. Өйткені жеңіс үшін әке арманы маңызды болды. Біреулер айтады ғой енді, ой, әртістес жанұя болмайды. Сол кезде менің әкемнің айтқан сөзі есімде. Жоқ, менің қызымда бәрі болады. Менің қызымда әні де болады, үйі де болады, жанұясы да болады деген есімде. Карьера қоған адам емеспін. Мен үшін маңызды жанұя болды, сондықтан да болар бүгінгі күні. Күміс тойымыз жақын. Менің бірінші жүрген жігітім, менің күйеуім, қолымды ұстатқан жігітім осы менің күйеуім. Менің балаларыма еңбегі сіңген менің Гүлнар әпкем. Мен балаға дүние алып келсем, ол менімен бірге бала туғандай болады. Сосын 40-нан шыққанша осы баптап баланы бағып қасымда болған Гүлнар әпкем. Жақындарымды жоғалтудан қорқамын. Менің жақындарыма көрсетпейші, барлық қиындық болса да мен көрейші. Мен шыдаймын, тек солар қиналмаса екен. Мен жылауықпын. Сыртым батыр болғанмен жүрегім нәзік. Тіпті көшедегі біреуді аяп жылай саламын. Көшеде келе жатырмын, бір өзі аяғым менің 40 размер ғой. Аяқ киім тауып алған, сол дүкендерді аралап келе жатырмын, машинаны қойдым да жаяу аралап келе жатырмын. Менің анам қатарлы орыс ұлтының анасы майонездің бос қабығы бар, қайыр тілеп тұр екен. Соны көріп жаман жүрегім түсіп кетті. Сумкамды алып аштым да, ақша тастадым. Ана кісі бетіме қарады. Оны туған балалар қайда екен? Мына сорлағына неғып көшеде қайыр тілеп тұр деп жаман болды. Жүрегі тым нәзік ханым жақындарының жүрегіне жара салудан қорқады. Өзгелерге де дәл осындай мейірім тілейді. Ал біз қашанда басты рөлде жүретін Ысқақованың ене атанғанын тойлайтын күнді асыға күтеміз. Ал қымбатты көрермендер, бүгінгі сіздермен өткен күніміз
тәмам болды. Сіздермен бірге болған мен Жеңіс Ысқақова. Барымызды, бақытымызды, жақындарымызды бағалай білейік.